Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгінгі сабақта сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздің сабақтың тақырыбы каспи магазин арқылы миллиондар табудың схемасы. Именно предзаказ арқылы қалай миллиондан сумма жасаймыз, соны сіздерге көрсететін боламыз. Қараңыздар, сабақ дейтін сіздерге өте пайдалы болады. Сол үшін 20-25 минуттарыңызды арнаңыздар. Лучше Instagram, TikTok арнаған уақыттарыңызды лучше пайдалы информация алып, сол арқылы ақша табуға болады. Мен сіздерге соны көрсететін боламын бүгін. Давайте бірінші өзімді таныстырып жіберейін. Есім Алмат Енжілболат, жасым 24-те, өзім Атырау қаласынан, қазір Алматыда уже тұрып жатырмын. Каспиде жүргеніме уже 3 жыл болды. Сол уақыт арқылы мен системаны уже табыс тауып келемін. Именно осы предзаказ арқылы жұмыс жасаймыз. Қазір мен сіздерге толықтай осы предзаказды көрсететін боламын. Енді қараңыздар, сабақтың соңында сіздерден мықты бонус күттір. Ол қандай құнды бонус дейтін болсаңыздар, Каспимен 1 миллион практикалық курс, осы уақытта менде 9 поток, және де 600-ден 700-ден астам дейтін шәкірт оқыды. Осы арқылы Аллахтың қалауымен көптеген адамдар табысқа шықты. И осы 30-дан астам видео сабақты мен сіздерге тегін беруге возможность беремін. Тегін алуға возможность беремін. Ол қалай дейтін болсаңыздар, сабақтың соңына до конца қараңыздар, и осыны сіздер тегін ала аласыздар. Кеттік, енді қараңыздар. Егер сіз каспимен айналысатын болсаңыз, сіздерде осындай проблемалар бар болса, мысалы қараңыз, ол қандай дейтін болсақ, маржа өте аз, пайда жоқ, товарды қайдан аламын, өтімді неше табу қиын, товарын өтпей жатыр, конкуренттер өте көп, демпинг, шаршатты, барахолкамен жұмыс жасау невыгодно, көп табу үшін көп ақша керек дейді. Если сендерде осы бір проблема бар болатын болса, сабақтың соңына дейін қараңыздар, осы проблеманың шешімін мен осы сабақта көрсетіп қойдым. Енді, ал если сіз новичок болсаңыз, енді бастағыңыз келіп, айналысқыңыз келіп жүрген болса, сіздерде осындай проблема болатын болса, бастап кететін десе қаражат жоқ. Екіншісі қорқыныш бар, менен қолымнан келмей қалама деген сияқты. Заказ түспей минусқа кіріп кетемін деп қорқады, налогтан қорқады, налогтан кәдімгідей қорқады адамдар дейтін бар ғой. Ауылда отырып жасай аламын ба деп ойлайды, мысалы Каспиім блокта или черныйда дейді. Если осындай проблема болатын болса, сабақты соңына дейін қараңыздар, осығанда біз бананда осы проблемадан шығудың жолын көрсететін боламын. Енді қараңыздар, осы схема арқылы, именно предзаказ арқылы Аллахтың қалауымен 2023 жылы, 24 жылда жақсы үлкен обороттар жасадық. Мысалы қарайтын болсаңыздар, бір жылдығы бірнеше ИП-нікі 222 миллион, 61 миллион, 14 миллион. Мысалы бұл 3 ИП-дан жасалған, осы предзаказбен жасаған суммаларымыз. Ал енді қараңыздар, көптеген каспиден сатушылардың проблемасы оборотты қалай көтеру керек, нишаны қайдан аламын, қалай сатамын деп мен отырмаймын. Потому что мен предзаказ арқылы жұмыс жасағасын, менің мынандай ешқандай проблема жоқ. Оборот көтеру керек дейді, ниша қайдан аламын, қалай сатамын, менде вообще ондай проблема жоқ. Потому что предзаказ арқылы біз ассортимент көбейтсек қана өзі сатылым автоматтан болады и үлкен суммалар жасап болады. Оны қалай дейтін болсаңыздар, қазір көрсетемін. Кеттік. Мысалы, бұл стратегиямен сіз қай уровеньсіз қарамайды, кез келген адам бүгін уже бастап келесі күні спокойно заказ тұрады. Оған дәлел менде мысалы оқушыларым бар, соны сіздерге көрсетейін. Мысалы бізде оқушымыздар обучение сатып алды и келесі күні сразу уже заказ тұрды. Мысалы амандасып жатыр, мысалы заказдарын жіберді и екінші күні тағы да заказ түсіп уже көріп жатыр. Біздің схемамен осы предзаказ арқылы схемамызды қолдану арқылы Аллахтың қалауымен табысқа жетіп жатыр. И осындай білейін, қуанып тұрмын дейді. Осындай бізде отзывтар өте көп. Оқушыларымды қарайтын болсаңыз, еш қиындықсыз бастапқыда 50-100 товар салып, уже сразу заказын салып сатылымға көшіп жатыр. Мысалы отзывтарды оқып кетейік. Қараңыз, сәлеметсіз ба дейді, мен отзыв тастап кетейін дейді. Алғанына бір ай болған жоқ дейді, 18 товар салып дейді, 18 товардан уже 2 заказ түсірген. Новичоктар бұл кісілер. Енді 150 товар салатын болсам, енді қаншама заказ түседі дейді. Мысалы, обучение көріп шықтым дейді, мысалы екінші адам уже и уже заказ түскен, сразу обучение көрді, жасады, уже заказ түсті. Біздің бір плюсы предзаказда спокойно товар салатын болсақ, заказ спокойно түсіруге болады. Оның методын мен алдағы уақытта көрсем. Түн болса да жақсы жаңалықпен бөлісейін дейді. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, бір продажа и бір товар тұр сатылымда. Ойлаңыз, бір товарда продажа салып қойған и сол товар заказ етті сразу. Бұл кісі новичок, қараңыздар. Дым отзывы жоқ, дым звезда жоқ, магазинді осы жақында ашты и сразу уже заказ отыр. Мен әжер өзім шок болатында бір товардан сразу бір заказ түсімін деген сияқты. И осындай клиенттер бізде өте көп. Бұл схеманың арқасында алдын ала миллиондаған сумма заказ беріп керек емес. Бұл жақта предзаказбен тек қана қолыңызда минимально 20 мың 30 мың теңге болса спокойно асап кетуге болады. Мысалы бізде Каспиде айналысатын адамдар бар, 2 жыл Каспиде айналысып келген, қаншама ақша салды, қанша минусқа кірген, енді ақша салмай осы предзаказбен басып дейді. Бұл жерде көріп тұрған болсаңыздар, ақша салмай нөлден басып кетуге болады, аз суммадан. Енді бұл жерге келетін болса, 2022 жылдың бұл менің цифрам, бұл
до предзаказа. Мен бұл жерде барахолкамен жұмыс жасадым, қаншама еңбек, қаншама жұмыс жасадым, барахолкамен, Китаймен, и сондағы бір жылдың ішінде мен 31 миллион теңге жасадым, ойлаңыздаршы. Ал енді мен предзаказға келген кезде Аллахтың қалауымен бір ИП-дан тек қана 179 миллион жасадым, ойлаңыздаршы. Просто тауарлар толтырып салып бастаймыз предзаказбен. Ол қалай дейтін болсаңыздар, қазір көрсем әлі асықпаңыздар. Просто мына жерде таныстырып кетейін сіздерге. 179 миллион жасадық. Енді мен өзімнің оқушыларымды да тоже көрсетіп кетейін. Мысалы, Нұрислам дейтін оқушым маған дейін уже кәсіппен айналысатын болған, барахолкамен айналысатын болған. Мағанға дейін 957 мың теңге оборот жасаған, ол 3 айдың ішінде. Сонда айына 300 мың теңге жасап, тек қана бір 50-60 мың теңге тауып жүрген маған дейін. И менің обучениеме келіп, осы предзаказды оқып, үйреніп, 3 айдың ішінде 4 миллион 200 жасады. Ол қанша айтын болсақ, бір айдың ішінде 1 400 жасап, таза 700-800 мың теңге жасап отыр. Бұлдан новичок кісі де ең басына келді. Осы бұл жасты где-то 20-21-дегі жігіт. Мысалы, келді де оқыды да сразу жақсы табысқа шығып кетті. И бұл жерде жасқа қарамайды, жас болсын, үлкен кісі болсын, орташа болсын, даже 18 жастағы бала осы біздің обучениемізді оқып 5 күн ішінде 70 мыңға салтын жасады. И мына жерде бір қызығы, бұл кісі новичок, тоже мен кәсіпкерлікті оқып алды, ИП-сын ашты, кәсіпкер ашты, магазин ашқаннан кейін сразу уже тауар салып, Аллахтың қалауымен бірінші очередь біз себепші болдық. И 4 заказ түсіріп, мынадан таза 30 мың теңге тауып отыр 4 заказдан. Жақсы емес пе да? Новичок кісі кірді, сразу уже 30 мың теңге тауып отыр. И мынаны кез келген адамдар жұмыс жасай алады. Енді сіздерге табысталатын уақыт келді деп ойлаймын. Енді сіздерге мясо информация айтайын, предзаказ арқылы қалай жұмыс жасайтынымызды. Каспи арқылы 1 миллион гарантированный табысқа шығуға көмектесетін менің өзінің авторлық методикам бар. Сонымен бөлісемін. Біріншісі, дұрыс стратегия таңдау керек. Стратегияның түрі өте көп, қазір сіздермен таныстырамын. Екіншісі, товар сатылымын арттыру. Үшіншісі, товарды арзанға алып келу жолдары. Ниша таңдаудағы стратегия ең маңыздысы. Сіздер, если Каспиға кіретін болсаңыздар, сіздер дұрыс стратегия таңдау керексіздер. Если дұрыс стратегия таңдамайтын болсаңыздар, күйіп кетіп, минусқа кіріп, банкрот болып қалуы мүмкінсіздер. Сол үшін риск аз стратегияны таңдауымыз керек. Стратегияның бізде 4 түрі бар. Негізі стратегияның түрі өте көп, но бірақ самый основной сіздерге 4 түрін айтатын боламыз. Біріншісі, классический стратегия, ол білесіздер, ол дейтін барахолкамен жұмыс жасау. Барахолкамен негізімен өзімде жұмыс жасадым, кезінде көп деген бараңдай қиыншылықтар болды. Мына жақта қазір сіздерге соның минустарын айтып кетейін. Плюс өте аз, минустары өте көп. Бұл жақта сіздер всегда вечным өтетін тауарлар іздеп тұрасыздар. Енді барахолка үлкен, каждыйына кіресіз, бараңдай несін аласыз, данныйларын аласыз, товардың данныйларын, ходовой товар ма, өте ма, өтпей ма, сөйтіп іздеп жүреміз. И минусқа кіріп кету өте оңай бұл жақта. Ол қалай дейтін болсаңыздар, мысалы сіз бір товарды аласыз, Каспиға салып қоясыз, 6 мың теңге деп, себестоимость 6 мың теңге деп салып қоясыз, и заказ түскен кезде сіз уже барахолкаға барасыз ғой товарды алуға, и бағасы 7 мың теңге или 8 мың теңге болады. Сіз ойлағаннан уже өсіп кетті да бағасы. И сондай минустар өте көп, барахолкада бағалар өсіп отырады күн дейтін всегда, и товарлар бітіп қала береді всегда. И көп уақыт пен күш кетеді, потому что барахолка үлкен, если астарыңызда машина болмайтын болса, өзіңіз тасып жүресіз, упаковать етесіз, ол өте қиын зат болатын. Мен өзім басыма өткесін, мен оны білемін. Көп уақыт пен күш кетеді, риск аз, потому что риск не үшін аз, заказ түсесіз, барыста сатып қоясыз. Бағасы каждый раз өзгеріп и минус кіріп кетуі мүмкінсіз. Осындай минустар өте көп. Плюстары тек қана риск аз болуы мүмкін, есе болды. Но барахолкада қазір жасайтын еше вариант емес, ол жақта пайда почти 0 деп айтсақ болады. Қытай стратегиясына келетін болсақ, біріншіден бұл жақта сіздер үлкен вложение керек. 50 мың мен 100 мың теңгемен бастайын дейтін болсаңыздар, ол өте үлкен товарды әкеліп қоятын болсаңыз, оны сату керексіздер, еще ол өте ме, өтпей ме, одан пайда өте аз қалады 50 мың 100 мың теңгеден бастайтын болсаңыз. Как минимум нормальный табысқа шығу үшін сіз миллион теңгемен или 500 мың теңгеден бастап кетсеңіз болады. Примерно елестетейік. Мысалы, сіз 500 мың теңгеге 3 товар түрін алып келдіңіз. Аналитика жасадыңыз, 3 товар түрін алып келдіңіз. В наличие келіп қойдыңыз, в наличие. И соның екеуі өтіп, немесе біреуі ходовой товар өтіп кетіп, қалған екеуі өтпей қалатын болса, еще ол жақта демпинг болып бағаны түсіріп тастайтын болса конкуренттер, сіз уже минусқа кетіп қаласыз да. И осындай рисктер өте көп. Қытаймен де жасаудың, Россиямен, Турциямен болсын, бағанағыдай барахолкамен деген сияқты. И вечно өтетін тауарлардың бағанағыдай несін іздеп отырамыз, аналитика жасап отырамыз. И еще ол жақта демпинг, конкуренция өте көп. Товар брак болып келуі мүмкін. Опасность бар, мысалы 100 товар беретін болсаңыз, соны 10 брак болуы мүмкін. Үлкен риск.
жақсы маржа көтеруге болады, мына жақтан жақсы пайда табуға болады. Просто дұрыс обдуман жасайтын болсаңыздар, үлкен сумма болатын болса, смело кіріп Қытаймен де жұмыс бастауға болады. Ол мен жамандап жатқан жоқпын. Енді үшінші стратегия ол поставщик стратегиясы. Бұл жерде дистрибьютор, дилер мен оптовиктармен үлкен солармен жұмыс жасаймыз, тізімін іздеуіміз керек біз дейтін поставщиктардың. Бұл жақта риск аз, предзаказ арқылы жұмыс жасауға, потому что олардың тауарларын салып қоямыз. Но ол жақта маржа өте аз, пайда өте аз. 100 000 теңге товардан 5 000 теңге алады, 6 000 теңге алады, ол өте аз ғой, мысалы дейтін. Бұл жақта склад керек емес, үлкен вложение керек емес. Үлкен вложение дегенде по-любому, бірақ осы поставщиктармен дистрибьютормен жұмыс жасайтын болсаңыздар, үлкен вложение керек негізі. Енді төртінші стратегия, ол менің самый любимый стратегиям предзаказы айтсақ болады. Қазір мен сіздерге плюстарын айтамын, ол қалай екен деген сияқты. Предзаказды түсіндіріп кетейін сіздерге. Мысалы, сіздің қолыңыздағы жоқ товарларды Каспиға салып тастаймыз. Ол қалай? Қытайдан, Россиядан, Турциядан, сайттардан, поставщиктерден товарларды аламыз да, оны сата алмаймыз. Просто тұрамыз да, Каспиға толтырып салып тастаймыз. 100 000, 200 000, 500 000 салып тастаймыз. Нормально реклама қосамыз, и бізге заказ түседі по факту. И біз соны клиентпен сөйлесеміз, я күтуге дайынмын дейтін болса, біз сол товарды Қытайдан болсын, Россия болсын, Турция болсын, Өзбекстан, Қырғызстан болсын, любой шет елден предзаказбен әкелеміз де клиентке береміз. И бұны қазір мен сіздерге плюстарын айтып кетемін. Предзаказ жалпы түсінікті шарайын сіздерге. Бұл жақта бір плюсы, сіз постоянно ниша зерттеп, қайсысы жақсы өтеді деп отпайсыз. Сіз даже дейтін бір сағаттың ішінде 20, 30, 40 ниша спокойно табуға болады. Именно оны, мысалы мен өзім магазинім бар, бір дүкенімде 15 000 товар бар. И мен ойлап отқан жоқпын ба, ниша бұл товар өте ма, өтпей ма деген сияқты. Мен просто тупо бардым да сайттардан, бандай поставщиктерден товарлар толтырып салып тастадым, и реклама болсын, менде заказ қырылып жатыр да, ол жақта отзывы жоқ болсын, звездасы жоқ болсын, заказдар келе береді. Бір плюсы предзаказда конкуренция жоқ. И баға түсіру демпингтейтін жарыспайды. Потому что не үшін біз Каспийдегі жоқ товарларды алып келеміз. Каспийде жоқ товарларды алып келеміз. Сіздерде ойлау мүмкінсіз, Каспийде жоқ товарды біз қайдан табамыз? Каспийде и так-то конкуренция көп, біз кіре аламыз, товарды таба аламыз деген сұрақ болуы мүмкін. Давайте сіздерге мысал келтіріп берейін. Каспийде примерно 7 миллион товар бар. Соның ішінде банағы БАДы, продукт, аномаларды алып тастаған кезде где-то 5 миллион товар бар. Банағыдай бытовая техника сияқты, товар для дома сияқты товарлар бар. Енді Китайда алатын болсақ, Китайда 1 триллион товар бар. Ол миллиардтан больше, ойлай беріңіз, ассортимент. Россия, Турцияда миллиардтан астам товарлардың түрі бар. Өзбекстан, Қырғызстан 100 миллион астам товар түрлері бар. Ал Каспийде 5 миллион товар. И сіз ойлайсыз, ойлаңыз енді, Каспий рыногы қандай пустой екен. Бұл жақта бәрі айтады конкуренция, но конкуренция бұл жақта ондай үлкен емес негізі. Соны сіздерге естеріңізге айтып отырмын да, салып отырмын. Бұл жақта бір плюсы пайдасыз көп таба аласыздар. Товардың үстінен как минимум дегенде 3, 4, 5 есе қосып сата аласыздар. Қазір мен сіздерге мысалмен көрсетіп қойдым даже дейтін. Спокойно 5 000 теңгенің товарын 25 000, 30 000 сатуға болады, 10 000-дікін 50 000-ға сатуға болады. Любой адам бұл схемамен бастап кете алады. Қолыңызда бар жоғы 20-30 000 теңге болса болғаны. Үлкен сумма керек емес. 20-30 000 теңге бағандай сіз аз суммадан бастап жайлап көтеріп үлкен суммаға шығып кете аласыз. Бірінші қолыңызды үйретесіздер. Қолдарыңыз товарыңыз болмаса да спокойно бастап кете аласыздар. Предзаказ стратегиясының функцияларымен таныстырып кетейін. Қараңыздар, сіздер бірден 1000 товар сатып тастайтын болсаңыздар, заказның астында аласыздар. Сразу айтайын, 1000 товардан примерно 1% ол 10 күніне 10-15 заказ түсіруге болады. Осы схеманы қазір мен алдағы уақытта көрсетемін. Соның арқасында ниша таңдап отырмай бірден сатылымға көшіп кетуге болады. Демек, уақытты экономдайды. Біз қалаған оборотқа жетуге болады, өз табысымызды планировать ете аламыз. Ол қалай? Мысалы, бізге айына таза бір 500 000 теңге табу керек болса, біз где-то 100, 200, 500 товар салып тастасақ болады. Если біз айына миллион теңгеден жоғары тапқымыз келетін болса, біз 2-3 мың товар салып тастауымыз болады. Где-то сіз бір айдың ішінде 1000 товар салып тастайтын болсаңыз, спокойно, как минимум таза 500 000-нан до миллиона жасауға болады. Бір плюсы, бұл жақта сіздерде үлкен склад товарларды әкеліп в наличии сақтап қоюдың қажеті жоқ. По факту сізге заказ түседі Каспийға, клиентпен сөйлесесіз, біз предзаказбен жұмыс жасаймыз, сіз күтуге дайынсыз ба дейсіз, күтуге дайын дейтін болса, все болды, біз дейтін уже Китайдан болсын, Россиядан болсын, Турциядан заказ береміз, и все клиентке жеткізіп береміз, уақытын қойып қоямыз. Бұл жақта шығын өте аз. Барында склад керек емес.
бағанағыдай көп сотрудниктер емес, бір өзіңіз отырып спокойно жасай бере аласыздар. Қазір менде оқушыларым көп, соны сіздерге көрсем. Стратегияны үйреніп, бірден әрекетке көшіп, сол күні уже заказ түсіруге болады, сол күні заказ түсіруге болады. Менің оқушыларым көп ондай. Кез келген адам бұл стратегиямен жұмыс жасай алады, үлкен бюджет қажеті жоқ. Мысалы, қалай жасаймыз? Товарды таңдаймыз, бағасымен бағанағыдай есептеп саламыз. Мысалы, пайдамызды өзіміз үстінен қосып салдық, и содан кейін таблица саламыз. Таблица салғаннан кейін товар предзаказға түседі. Предзаказдан кейін біз реклама қосамыз. Мысалы, менің бір кішкентай аккаунтымды алайық. Мысалы, бір айдың ішінде біз реклама жібердік, одан 6 миллион теңге таза пайда түсті. 6 миллион теңге заказ түсті, одан таза 3 миллион теңге алды. И 585 мыңды реклама қорттым. Мысалы, осының барлығын біз досконально біз сабақтарда көрсететін боламыз. Енді қараңыздар, сіздерге заказдар осылай түседі. Мысалы, мына жерде массажер түсуі мүмкін, стол түсуі мүмкін, әртүрлі, мысалы 54 мың, 113 мың, 89 мың, осылай заказдар көп түседі сіздерге. И сізге заказ түскеннен клиентке хабарласасыз, күтуге дайынмын, әкеліңіз дейтін болса, все біз поставщикке хабарласамыз, или сайттан біз прямой заказ береміз, и клиентке біз жеткізіп береміз уже. Если қараңыздар, біз бұл жақта схема сызып қойдық, қалай новичок адам бір айдың ішінде таза 500 мың теңге табуға болатын гарантированный схема сызып қойдық. Ол қалай жұмыс жасайтын болса, қараңыздар. Сіз бір апта жарым, 2 аптаның ішінде 500 товар салып тастайсыздар, уже магазин ашасыздар. Менің схемам бойынша 500 товар саласыздар. Рекламаға бір айға 50 мың теңге құртамыз. Оны бөлегенде енді айына кіреді 2 мың, 1,5 теңге құртамыз күніне. И сатылым товары бір айдың ішінде 100 болады сіздерде. Ол күніне 3-4 заказ өтіп тұратын болса, 500 товар салып қойсыз, күніне 3-4 заказ, 5 заказ өтетін болса, спокойно бір айдың ішінде 100 товар сата аламыз. Средний чек 10-15 мың теңге болады. И таза пайда спокойно бір айдың ішінде как минимум 500 мыңнан до ляма спокойно табылады. Если сіз уже Каспиймен жақсы айналысатын, уже опытыңыз бар болатын болса, кішкене Каспийде сіз спокойно миллионнан жоғары жасай аласыз. И оның барлығы өте оңай негізетін. Мысал мен келтірейік енді товарлармен. Мысалы, Қытайда мына товардың бағасы 16 юань тұрады, осы сумка. Где-то ол 1000 теңге, ал келуімен бірге 1500 теңге болады. Себестоимость до Алматы товар 1500 теңге келеді. Енді Каспийде бағасын қарайтын болсақ, мына цветі бар, мынада конкуренттер жоқ, но звезда бар, отзыв бар. Просто салсақ болады. Мысалы, мына товарды көретін болсақ, бағасы 6000 теңге, ал өзінің тұратын бағасы 1500 теңге. Товардың үстінен 4 есе қосып сатып көріңіздер, айттым ғой, товардың үстінен спокойно көп қосып сата берсек болады. Не үшін дейтін болсаңыз, ол жақта конкуренция жоқ, демпинг жоқ, өзіңіз сатасыз и бағасын өзіңіз қоя аласыз. И мысалы, если 6000 теңге сататын болсақ, бағанағыдай Каспий налог анау 15% азайтпаймыз, доставканы азайтпаймыз, таза 3000 теңге табуға болады. И енді ойлаңыз, сіз осындай товар, не только сумка, любой товар, аксессуар, товар для дома, бытовая техника, спорт, туризм, детский игрушка, соның 1000 шақты ассортимент салып тастайтын болсаңыз, Каспийде жоқ товарларды толтырып сала беріңіз и реклама жасайтын болсаңыз, мынандай заказдар сіздерге спокойно түседі, Аллахтың қалауымен бірнеше. Енді предзаказды бастау үшін сіздерге не керек? Күніне 3-4 сағат уақытыңызды бөле алу керексіздер. Если күніне уақытыңызды бөле алмаймын, жасай алмайтын болсаңыз, ол сізге керек емес. 3-4 уақытыңыз бар болатын болса, спокойно бастасаңыз болады. Қалсаңызда как минимум 20-30 мың теңге болатын болса, спокойно бастап кетсеңіз болады. Ноутбук болу керек. Телефонмен жасай алмайсыздар, сразу айтайын, телефонмен ыңғайсыз жасау, ноутбук немесе планшет болу керек. Если ноутбук болмаған жағдай болатын болса, ол проблема емес. Ағайын туыс, достарыңыз, жақын адамдарыңыздан временно сұрай тұрсаңыз болады, товарлар толтырып салып тастап, сөйтіп жасап, покажет беріп тастап алып, ақша тапқанға дейін спокойно жасай тұрсаңыз болады. И потом бушный ноутбук 30-40 мың теңге сатып алсаңыз болады. И главный, бұл жақта предзаказ бастау үшін сізде желание болу керек. Если сізде желание, ақша табам дейтін, бандай қатты желание болатын болса, сіз спокойно таба аласыз. Енді бұл система сіздерге ол вечный актив деп айтсақ та болады. Бір рет товарларын салып толтырып қоясыздар, иногда қарап қойып тұрсыз, и сізге постоянно заказдар түсіріп отырады. Просто сіздер всегда товарды ассортимент көбейте берсеңіздер, сіздерге бұл вечный актив сияқты ақша келіп тұра береді. Дополнительный ретінде қарасаңыздар да болады. Немесіне мұны активный бизнес ретінде, основной бизнес ретінде қарасаңыздар болады. Бұл арқылы мысалы бізде новичок адамдар болды, тоже жасап жасау арқылы қазір таза пайдасы 3 миллионнан 5 миллион, 6 миллионға шейін тауып отырған адамдар бізде бар. Стратегияда ең бастысы ол структура емес бұл жақта. Дұрыс аналитика, маркетинг және сатудың арттыратын құралдарын білу керексіздер бұл жақта. Сатылымдағы қателіктер. Стратегияны дұрыс таңдамау. Бағанағыдай барахолкамен Китайдан товарды толтырып әкелу, үлкен суммаға деген сияқты поставщиктармен жұмыс жасау, и сол қателіктерді дұрыс таңдау, дұрыс стратегия таңдау керексіз. Ол дұрыс стратегия предзаказ стратегиясы.
маржаны дұрыс есептеу керек. Если дұрыс санамайтын болсаңыздар, сразу минусқа кетіп қаласыздар. Системаны өзіңіз түсінбей просто так жасау. Система дегенде ол қалай жүреді, процесс қалай, предзаказды қалай қоямыз, бағасын қалай есептейміз, рекламаны қалай жереміз, ботты қалай қосамыз деген сияқты сондай схемалар білмейтін болсаңыз, клиентпен қалай сөйлесеміз, қалай келеміз, лучше жасамаған дұрыс. Осы схеманың барлығын түсініп алған дұрыс сіздерге дейтін. Сатылымдарға түскен кезде сіздерге ответственность алу керек. Потому что сіз клиенттер күтуге дайын ғой. Сіз заказды потом беремін деп сөйтіп сол жүретін болсаңыздар, ол дейтін магазиніңіз блокқа кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін дұрыс ответственность алып клиентке уақытылы товарды жеткізуіміз керек. Ал енді система бойынша табысқа шығу үшін бізге не керек? Спланировать стратегию, магазинді дайындау, товарды салу, маркетинг тосу и дұрыс система, и все. Осы болатын болса, спокойно сіз уже ақша таба аласыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бүгін предзаказ информациясын тек қана 5-ақ қана процент информациясы айтылды. Сіздер түсінген шығарсыздар, қолыңызда как минимум 20-30 мың теңге болса, уже предзаказ бастап ақша табуға болатын. Қараңыздар, сіздер бір кішкене түсінбей қалған жерлеріңіз болатын болса, предзаказ не екенін білмеген болсаңыздар, сабағын астында анкета болады, сол жерге данные қалдырсаңыздар, біздің команда сіздерге шығып, сабақта түсіндіріп беретін болады, қалай екен деген сияқты барлығын толықтай түсіндіріп береді. Если что, тағы да сұрақтарыңыз болатын болса, дайректке прямой жазыңыздар, мен өзім отырып сіздерге көмектесетін боламын. Давайте, ұялмай сұрақтарыңызды қоя беріңіздер.